Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін міне Құдайға шүкір біздің ел ордамыздың Астанаға келдім. Сол бүгін осы біздің парламент мәжіліс депутаты Ринат Заитов ағамызбен кездесім. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Осылай кездесіп танысып, енді Ринат аға сізден бір сұхбат кішкене алсам, қалай қарайсыз? Біз кеңінен сұхбат жасайық. Бүгін енді танысып жатырмыз ғой екеуміз. Мен жалпы бір ауыз өзіңмен де танысқаныма қуаныштымын. Мемлекеттік тілдің мәселесінде көрсетіп жатқан қолдауларына ризамын. Жалпы біздің де осы Диас бауырыммен көптен бері танысқым келіп жүрген. Бұйыртып таныстық. Менің айтқым келетін Диас барлық ана қазақ тілін сөйлеуге қорқып жүрексінетін қауымның түрі мысалы. Қанша болды үйренгеніне қазақша мысалы? Міне 3 жыл. Міне 3 жылдың ішінде Құдайға шүкір үйреніп қана қоймай сол қазақ тілінің мүддесін қорғайтын бір азамат біздің Қазақстанда. Осындай жігіттер ауылымыз, біз әлі бұйыртса кеңінен бір үлкен сұхбат жасаймыз мемлекеттік тіл туралы. Ең бастысы басың аман болсын. Ең бастысы осы тілдің жолындағы еңбегің жана берсін. Аман бол. Бір сұрақ қойсам, бір сұрақ. Қазір біз енді көріп жатырмыз әлеуметтік желіде неде тіл, біздің қазақ тіліміз мәселесін заңды қабылдайын деп жатыр ма, қызмет тұтынушылар заңы бойынша кішкене өзгерістер болсын ба, сол кішкене сол туралы айтып кетсеңіз аға. Бұл тұтынушылар заңында да кез келген жерде негізі мемлекетте өзі 3 фактор бар. Ол оның тәуелсіздігін, халқы, аймағы, территориясы, рәміздері дәлелдейтін және мемлекеттік тіл. Сондықтан бізде бір жаңсақ бір қазақ тілі деген бір этностың тілі сияқты болады. Жоқ, мемлекеттік тіл ол міндеттеліну керек. Міндеттелгенде қалай біз ешкімнің бетінен алып жатқан жоқпыз. Ешкімге сен орысша сөйлеме. Сен қазір өз тілінде сөйлей бер. Бірақ қызмет көрсетуге келгенде ол мемлекет болғаннан кейін кірген жерінде сәлеметсіз бе, сізге қандай қызмет көрсете аламын деп бастаса, білмейтін адам одан кейін айтсын, кешіріңіз, мен қазақша білмеймін, сіз маған мынандай тілде қызмет көрсете аласыз ба? Көрсете алса көрсетеді. Онда тұрған жаңағы бір қазір бар анау басқа тілді қауымдар, ойбай бұлар міндетті орыс тілін мұғаттапса, жоқ, Құдай сақтасын. Біз бірнеше ұлт пен ұлыс басын қосқан бір тудың астында жиналған халықпыз. Енді бір тілдің астында жиналсақ, ол өте үлкен жетістік болады мемлекеттік тіл. Мысалы Ринат аға, мен 3 жыл бұрын көрдіңіз, қанша дүкендерін аралап шықтым, маған провокатор, он знает русский язык деп, бірақ мен жарайды орыс тілі білемін, бірақ мен Қазақстанда жүрмін, қазақша қызмет алғысы келеді, менің құқығым бар деген, сол енді осындай кішкене заң бойынша біздің адамдарға, халыққа біздің құзырлы органдар, полиция түсіндірсе, айтса, мысалы қазақ тілі, ол біз мемлекеттік тілі, сіздер тек өзі тауар туралы, не туралы кішкене түсіндіріп берсеңіз, ештеңе артық болмайды. Ештеңе жоқ онда тұрған. Орыс тіліне қарсы емеспіз, орысша да сөйлейміз, қазақша, бірақ бізде бір ғана мемлекеттік тіл, қазақ тілі. Сол айтып. Мына ғимарат біздің қазіргі жұмыс істеп отырған біздің алдымызда осы мемлекеттік тілдің мүддесін қажыр қайратын барлығын елге жұмсаған біздің жарықтық Шерхан Мұртаза деген үлкен жазушы ағамыз болған. Сол кісінің бір ауыз сөзі бар. Тілсіз тілі бар халық халық дейді, тілі жоқ халық балық дейді. Ал балықты кім көрінген жер ете беретінін ұмытпауымыз керек. Сондықтан біз балық емес, біз халық болуымыз керек. Сол үшін біздің мемлекеттік тіліміз болу керек. Амандықта дейсіз. Рахмет.